Сәлем достар, баршаңызға. Бүгінгі сабақ бізде кіріспе бөлімі, таныстық бөлімі, жалпы бұл сабақта таргет деген не, таргеттің қандай артықшылықтары бар, сол туралы сіздерге айтатын боламын. Ең бірінші өзім таныстырып өтейін. Есімім Әсемгүл Ханқызы, жасым 23-те, Астана қаласынанмын. Таргетке жалпы 2022 жылы өз кәсібім үшін келген болатын. 2022 жылы жолдасым екеуміз өзіміздің кәсібімізді ашып, сол кезде уже Инстаграм арқылы кәсібімді жүргізу керек екенін біліп, сөйтіп SMM таргетологтарды іздестіре бастаған болатынмын. Сөйтіп қызығып жүріп осы салаға келіп, қазірде бұл сала менің көптеген жаңағы арман мақсаттарымның орындалуына септігін тигізді. Бұл сала мені өсірді деп айтсам да болады. Жалпы сіздерге бірнеше талаптар курс барысында оқушы позициясында болсаңыздар, ең бірінші, яғни мен мына нәрсені білемін, мынаны білемін, мынаны оқығанмын деп емес, оқушы позициясында менің айтқан тапсырмаларымның барлығын орындап, оқушы позициясында болсаңыздар, алған білімдеріңізді практикада қолдансаңыздар, жауапкершілікті өздеріңізге алсаңыздар. Яғни бұл жерде айтқым келетіні, қараңыздар, кейбіреулер мысалы гарантия сұрайды, курсқа гарантия бар ма, осыдан кейін мен табыс тауып кетем бе деген сияқты. Сіздерге айтар едім, сіздер гарантияны өздеріңізге беріңіздер. Толық мен курсты аяқтап шығамын, мен толық осы берілген тапсырмалардың барлығын орындаймын, мен қайтсем де осыны орындаймын деп өздеріңізге гарантия беріңіздер. Және насмотренсқа дағдылаңыздар. Насмотренс деген не? Ол деген, мысалы, қараңыздар, Инстаграмда сіздер қарап көріп отырған кезде алдарыңыздан реклама шығады, әртүрлі рекламалар шығады. Сол рекламаларға қарап зерттеңіздер. Яғни ол жерде не айтылып жатыр, қандай офер, қандай креатив қолданып жатыр, соның барлығын қарап скриншот жасап алыңыздар. Сол скрин жасаған макеттеріңізді Телеграмнан бір канал ашып, сол каналға салып қойыңыздар. Яғни ол деген сізге сондай сала келіп қалған кезде, сіз тоже сол суретке түсіріп алған макеттеріңізді қарап, сол жерден анализ жасайсыз. Мен, мысалы, сіз Инстаграмды қарап отқанда бір макияж, штор, мебель сияқты салалардың рекламаларын көрсеңіз, міндетті түрде скрин жасап алыңыз. Не только ондай сала, бүкіл саланы көрген кезде, өйткені чтобы сізге де сондай сала келген кезде, сіз соларға қарастырып анализ жасайсыз. Келесі енді қыздар, жалпы екінші таргет дегеніміз не? Таргет деген не? Таргет деген жалпы әлеуметтік желі арқылы мақсатты аудиторияға жарнаманы көрсету, яғни Инстаграмда, Фейсбукта шыққан жарнамалардың барлығын біз таргет жарнамасы деп атаймыз. Таргеттің қандай артықшылықтары бар? Ең бірінші артықшылығы ол жарнаманы тек қана мақсатты аудиторияға көрсету. Бұл жерде енді мақсатты аудитория деген кімдер? Мақсатты аудитория деген кез келген саланың өзінің адамдары болады. Мысалы, қараңыз, ойыншық сататын дүкен болса, сол ойыншық сататын дүкеннің мақсатты аудиториясы, сол ойыншықты алатындар кімдер? Оны алатындар 18 жастағы балалар ма, или 18 жастағы студент балалар оны алады ма? Ол ойыншықтарды алмайды. Оның нақты мақсатты аудиториясы ата-аналар, қыз келіншектер, келіншектер, әйелдер, балаларын алатын. Мысалы, макияж макияжды үйренгісі келетін сондай кісі келсе сізге, ол макияж жасайтын адамның услугасын сату үшін оның мақсатты аудиториясын анықтайсыз. Оның мақсатты аудиториясы кімдер? Оны ер адамдар қолданады ма? Қолданбайды. Оны бір 16 жастағы, 15 жастағы қыздарға керек пе? Ол керек емес. Оның мақсатты аудиториясы нақты кімдер алады оны? Оны әйелдер алады, студенттер алады. Сол сияқты жарнаманы тек мақсатты аудиторияға көрсету, бұл таргеттің бір артықшылығы болып саналады. Екінші артықшылығы мақсатты аудиторияны сегментке бөлу. Сегментке бөлу дегеніміз жалпы, қараңыздар, кез келген біз саланы сегментке бөлеміз. Яғни, мысалы, қараңыз, сізге макияж жасататын адам келді, макияжды үйрететін адам курсын сатқысы келеді. Ол сізге келеді, сіз оның курсын сегменттерге бөлесіз. Ең бірінші, макияжды өздері жасап үйренгісі келетіндер, базовый макияжды үйренгісі келетіндер, профессионалды деңгейде макияжды үйренгісі келетіндер деп біз 3 сегментке бөліп аламыз. Енді қараңыздар, осы 3 сегментке біз 3 түрлі ұтымды ұсыныс жасаймыз. Яғни офер,
клиент бас тарта алмайтындай ұтымды офер жасаймыз. Мысалы, макияжды өзі жасап үйренгісі келетіндер, оларға салонға шығындалмай макияжды өзің жасап үйрен десек, ол оферіміз уже өтеді, я болмаса, мысалы, косметикаларын үйде шашылып жатыр ма, косметиканы қалай дұрыс қолдануды білмейсің бе, онда индивидуально өтетін мастер-классқа кел деген сияқты оферлер жасасақ, ол кезде уже өтіп кетеді, қатты. Мысалы, маған да өтуі мүмкін да, мысалы, ол уже қатты өтеді. Егер үйіңде шашылып жатқан косметикаларыңды әлі де қолдана алмай жүрсің бе деген сияқты. Жалпы, таргеттің артықшылықтары осылар. Және таргет жарнамасы қалай жұмыс жасайды? Таргет жалпы жарнама иелері Фейсбукқа запоказ төлейді. CPM 1000 қаралым бағасы. CPM дегеніміз 1000 қаралым үшін Фейсбуктың алатын ақшасы. Жалпы осы жерде түсіндірім келеді сіздерге. Фейсбук бізге тек қана рекламамызды көрсетіп бергені үшін ғана алады бізден ақшаны. Ал мақсатты аудиторияны анықтап, WhatsApp-қа клиенттердің жазу, оның барлығы таргетологтардың жұмысы. Яғни біздердің жұмыстарымыз мықты оферіміздің, мықты анализіміздің арқасында адамдарды, сол қараған адамдарды ұстап қалу таргетологтардың міндеті. Қараңыздар, мысалы, Facebook 1000 қаралым үшін $1 алса, ал сіз $5 салған болсаңыз, күнделікті бюджетті $5 қойсаңыз, сіздің жарнамаңызды 5000 адам қарайды. Ал егер CPM бағасы $2 болса, Facebook 1000 қаралым 1000 адамға сіздің жарнамаңызды көрсеткен үшін $2 алатын болса, онда сіздің жарнамаңызды 2500 адам ғана көреді. Жалпы, CPM аз болған сайын сіздің жарнамаңызды көп адам көреді, көп болған сайын сіздің жарнамаңызды аз адам көреді. Енді қараңыздар, сіздерге CPM, CTR деген бұл түсінікті болмай, таң қалып отырсаңыздар, бұның барлығы курстың барысында сіздерге ыстық, сондай түсінікті болып кетеді. Ол жағынан ешқандай уайымдамаңыздар. Келесі, CPM-нің бағасы неге байланысты болады? Енді айтып жатырмын, CPM деген ол жаңағы Facebook 1000 адамға көрсеткені үшін алады деп жатырмын. Facebookқа төлейміз біз. Оның бағасы неге байланысты болады енді? Ол ең бірінші аукционға. Аукцион дегенде сіздердің алдарыңызға не елестейді? Бәріміздің алдымызға бір затты сату елестейді. Мысалы, бір затты сатады, ол, мысалы, картинаны сатса, ол басында арзан бағамен басталады, одан кейін ары қарай қымбаттап аукционда бір үлкен қымбат бағаға бір адам алып кетеді, сол сияқты. Фейсбукта да сол сияқты. Біз рекламамызды жібереміз. Біз, мысалы, штор саласына реклама жіберсек, Қазақстан бойынша штормен айналысатын, штор тігетін қаншама ниша бар, солардың барлығы реклама жібереді. Уже рекламалар бір-бірімен аукционға түседі. Осы жерде аукционда жеңуімізге бізге не байланысты? Ең бірінші қойылған бюджет, рекламодательдердің қойған бюджеті. Осы жерде күнделікті, мысалы, ең бірінші реклама жібергенде $10 жоғары жіберу керек, өйткені аукционда жеңу үшін, біздің рекламамыз көбірек адам қарау үшін $10, $15 қойған дұрыс. Екінші сапа, жарнаманың сапасы. Facebook жалпы сапаны жақсы көреді, ол качествоны жақсы көреді. Сол себепті бір мутный болып қалған, я болмаса беті көрінбей қалған, сондай видеоларды, фотоларды жарнамаға жібермеген дұрыс. Келесі, Фейсбуктың сенімділігі траст. Бұл дегеніміз, қараңыздар, мысалы, біз Инстаграмды, WhatsAppты, TikTokты күнделікті қолданамыз, оларды бір әлеуметтік желі ретінде қолданып, бір-бірімізбен тіпті хат жазысамыз. Ал Фейсбукта сол әлеуметтік желілердің біреуі ғой, сол Инстаграм сияқты, бірақ оны қолданбаймыз біз. Байқасаңыздар, енді осы жерде Фейсбукты да қолдануымыз керек. Күнделікті Инстаграм сияқты күнде біреумен жазысып, достарымызға тіркеліп, солай қолдануымыз керек. Сол кезде Фейсбук сенім артады бізге. Ой, мынау адам мені қолданады дегенде сенім артады. Солай сіздің жарнамаңыздың өтімділігі соған да байланысты. Бесінші, енді сезонға байланысты. CPM-нің бағасының қымбат болуы, ол дегеніміз енді, мысалы, әртүрлі сезондар болады. Мысалы, Каспий жұма, рассрочка деген сияқты, ол кездерде енді CPM-нің бағасы қымбат болуы мүмкін. Сол кезде клиенттерімізге айтып түсіндіреміз. Алтыншы, енді жарнаманың целіне байланысты. Бұл дегеніміз, мысалы, алдағы уақытта бұны өтесіздер.
жалпы 6 цель бар иә бізде. Біреуі WhatsApp-қа алып келетін, біреуі тек қана подписчик жинайтын, біреуі тек қана охватпен жіберетін деген сияқты. Сол цельдерге байланысты болады. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Енді сіздерге тапсырма ең бірінші жаңағы Инстаграмда қарап отырған кезде пакеттерді, басқалардың жіберіп жатқан рекламаларын скриншоттап алыңыздар, скрин жасаңыздар или видео экран жасаңыздар, солай жасап Телеграмда бір канал ашып, соған сақтаңыздар, жинаңыздар барлығын, иә. Келесі екінші, Фейсбуктағы сенімділіктеріңізді, трассаларыңызды кеңейтіңіздер. Яғни Фейсбукты күнделікті 10-15 минуттарыңызды арнап Фейсбукты қолданыңыздар. Сабақ аяқталды, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабаққа дейін.